Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен тауықтың қытырлақ аяқтарын дайындайтын боламын. Өте дәмді және ерекше жасалынатын тауық аяқтарын менімен бірге дайындап көріңіздер. Олай болса, бізге жуылған, тазартылған тауықтың аяқтарын алып тұздаймыз. Қалауыңызша ыдысқа салып тұздасаңыз да болады. Көрнекті болу үшін мен сіздерге осылай тұздап көрсетіп жатырмын. Содан кейін қара бұрыш, барлық жеріне тигізіп, жеткізіп, сеуіп шығамыз. Паприка. Паприка бұл бізде тәтті бұрыш десек те болады. Бұл түс беруге көбінесе сондай көмектеседі. Содан кейін растительное масло немесе оливковое масло қолдансаңыз болады. Және де жақсылап тауықтың аяқтарына толығымен қолымызбен уқалап, массаж жасап жағып шығамыз. Келесі кезекте бөлек ыдысқа қаймақ саламыз. Немесе греческий йогурт салсаңыз да болады. Петрушка майдалап тураймыз петрушкамызды. Оны да қаймағымыздың үстіне салатын боламыз. Содан соң чеснокты өткіземіз теркадан. Майда теркадан өткізсеңіздер болады чеснокты. Чеснок бізде өте дәмді дәм береді. Горчица, тұз, лимон қышқылы. Барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып болған соң, біз келесі ыдысқа панировочный сухариларымызды саламыз. Панировочный сухаримыздан кейін дайын болған біздің бірнеше уақыт тұрған тауықтың аяқтарын бірінші соусымызға саламыз. Содан кейін сухариге салып, сыртын қаптаймыз. Барлық қалған аяқтардың барлығын дәл осы реттілікпен жасап шығамыз. Содан соң дайын болған аяқтарымызды противеньге салып, астына пергаментный бумагасын төсеп, барлығын духовкаға салуға дайындаймыз. Және де барлығын противеньге салып болғаннан кейін әр аяқшаның үстіне аз-аздан сары май қоямыз. Сары майдың өте нәзік дәмі сіңіп аяқшаларға сок беру үшін осындай сары майларды салып қоямыз. Және 200 градуста 40 минутқа духовкамызға пісіріп аламыз. Астарыңыз дәмді болсын, бізбен бірге дайындаңыздар. Міндетті түрде сіздерге ұнайды деген ойдамын. Қазақша контентті даму үшін біздің парақшамызға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ас болсын.